Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Әсем. Бүгін лағман қамырын созуды көрсетемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіз. Өте оңай, жеңіл созылатын тәсілдерінің бірі. Біздің қамырына салқын су, тұз және ұн қажет. Ыдысымыздағы суымызға тұзымызды салып араластырып аламыз. Суымыз міндетті түрде салқын болу керек. Ыдысқа ұнымызды саламыз. Оның үстіне суымызды құямыз. Суымызды бірнеше бөлікке құйып, ұнымыз бен суымызды араластыра отыра қамырымызды илейміз. Суды көп мөлшерде құймаймыз, аз-аздан құйып қатты қамыр илейміз. Егер де суымызды көп құйсақ, қамырымыз жұмсақ болады, ал лағман қамыры өте қатты болу қажет. Осылай қамырымыздың барлығын жақсылап жинап иледік. Енді үстін орамалмен жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. Енді екінші қайтара қамырымызды тағы да илейміз. Жақсылап илегеннен кейін тағы да бетін жауып қоямыз. Үшінші рет қайтара илейміз қамырымызды. Осылай бірнеше рет иленген қамыр өте жылтыр, қамыры әдемі болып шығады. Енді қамырымызды тағы да төртінші рет жақсылап илеп аламыз. Көріп тұрғаныңыздай қамырымыз жылтыр, әдемі болды. Қамырымыз әбден тынды. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырымызды тақтайдың бетіне жұқалап отырып, май жақа отырып жайып аламыз. Осылай жұқартқан қамырымызды ұзыншақ жолақтар етіп пышақпен кесіп шығамыз. Жолақтарымыз қатты қалың емес, осындай орташа болу қажет. Енді жолақтардың бір-бірден алып, осылай жаямыз. Осылай барлығын бір тегіс қып жайып аламыз. Лағманның қамыры өте әдемі жылтыр болу үшін міндетті түрде бірнеше рет қайтарып, иілеп, иін қандыру қажет. Осылай қамырымыздың барлығын жайып алдық. Енді ыдысымыздың түбіне май жағып, қамырларымызды бір-біріне келтіріп, осылай салып шығамыз. Ортасына май жағып отырып, осылай бірін үстіне бірін салып шықтық. Қамырымыздың бетін пленкамен жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз 10 минут тынды. Енді оны созуымызға болады. Қамырымыз кетпес үшін оның үстін пленкамен жауып отырамыз. Видеода көрсетілгендей тәсілмен қамырымызды жаямыз. Қамырымызды осылай қолымыздың алақанымен тарта отыра бір тегіс етіп жаямыз. Қамырымыз осылай бір тегіс етіп, дөңгелек етіліп жайылу қажет. Видеода көріп тұрғаныңыздай алақанмен тарта отырып созамыз. Лағман қамырына майық жағылғандықтан оны созу өте оңай және тез жылдам созылады. Егер де қамырыңыз жақсы иі қанып, тұзы мөлшерде болса, қамыры тез оңай жайылады және созылады. Қамырымызды алақанмен есе отыра арқан сияқты созамыз. Сол кезде қамырымыз бір тегіс болып шығады. Қамырымыздың барлығын созып алдық. Енді оны кеппес үшін үстіне пленкамен жауып қоямыз. Қамырымыз енді екінші рет созуға дайын.
қамырымыздың бір шетін ұстап, екінші шетіне қолымызбен іле отыра, тарта отыра созамыз, осылай іліп алып, және үстелдің бетіне бірнеше рет ұрамыз. Лағман қамырының құпиясы созылуында. Егерде жақсы иленсе, қанса, тұзы орында болса, қамыры осылай бір тегіс әдемі болып созылады. Екінші қамырымызды да осылай іле отыра, қолымызбен тартып, үстелдің бетіне бірнеше рет ұрамыз. Қамырымыз дайын. Енді қамырымызды қайнап тұрған суға тұз салып, қамырымызды 8-10 минут пісіріп аламыз. Қамырымыз піскен қамырымызды суық суға бірнеше рет салып аламыз. Қатты еленген лағман қамыры ешқашан езілмейді. Лағманымыз осындай болып шықты. Оңай, тез әрі дәмді. Сіздер де осы тәсілмен лағман созыңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басып және комментарияда қалуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем. Келесі кездескенше күн жақсы.